27 лет не было референдума, и выросло целое поколение, которое не участвовало в решении таких важных вопросов нашей страны. Поэтому мы, преподаватели факультета медицины и здравоохранения, сейчас активно разъясняем эти вопросы, приглашаем политологов для того, чтобы выбор был нашей молодежи осознанным и добровольным. Сегодня мы пригласили старшего преподавателя кафедры политологии и политических технологий Ахмагамбетова Руслана. Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің медицина және денсаулық сақтау факультеті Қазақстан Республикасының президентінің 5 мамырда шыққан жарлығы бойынша Қазақстан Республикасының Конституциясына толықтырулар мен өзгертулер бойынша 5 маусым күні өтетін референдум бойынша оқытушыларға және студенттерге сұхбат жүргізуде. Медицина және денсаулық сақтау факультетінің ұйымдастыруымен биылғы осы конституцияға толықтырма өзгерістерге байланысты кездесу өтті. Енді бұл референдум біздің Қазақстанда көптеген өзгерістерге, енді біз өзіміздің конституциямызда 98 бап болса, соның 33-не өзгертулер мен толықтыруға енгізіліп отыр. Яғни бұл конституцияның бұл бізге ұсынылып жатқан референдумдағы нұсқасы, яғни біздің Қазақстан қоғамын белгілі бір деңгейдегі демократиялық қоғамға, демократизация процестерін жетілдіруге итермелейтін мәселелерді алға қойып жатыр. Референдум аясында өткен конференцияда мен өз сұрақтарыма жауап алдым. Және де 5 маусым өтетін референдумға мен барып өз даусымды беремін. Және мен достарым да барады. Біз жаңа Қазақстанның құрылысшыларымыз. Бесінші маусым күні барлық Қазақстан азаматтары 18 жасқа толған референдумға қатысып, өздерінің үлесін қоспақшы. Осы сұрақ аясында бүгін біз университетіміздің саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының аға оқытушысы, саясатшы Ахмагамбетов Руслан Мұхамбетқалиұлын шақырып, сіздерге сұхбат ретінде қандай да бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, соған жауап беруге шақырып отырмыз. Руслан Мұхамбетқалиұлы, сөз өзіңізде. Сәлеметсіздер, құрметті студенттер, қатысушылар. Енді бізде білесіздер, 5 маусым референдум жариялады. Енді бұл осы референдумды қарап отырсаңыздар, бұл біздің Қазақстанның тарихында өзі екінші рет өтіп жатқан референдум. Бірінші референдум 95 жыл өтті, және екіншісі суши поесть в округе у меня. Сначала хотели в ту сторону поехать, как обычно. Коллеги подключились в Ляззат Кадыргалиевна, коллеги, будьте добры, отключите звук своих микрофонов. Енді мына жерде студенттер бар, білесіздер, сіздер саясаттану пәнін оқып өттіңіздер, енді белгілі деңгейде саяси сауаттарыңыз, саяси мәдениеттеріңіз қалыптасқан болуы мүмкін. Енді ол саяси мәдениеттің қалыптасу бір сәттік емес, ол өмір бойы жүретін процесс. Енді осы референдум деген 95 жыл және қазір өтіп жатыр. Неге бізде қазір айтады, конституцияға өзгерту мен толықтыру парламент өзі қабылдай салмай ма деген. Өзі сіздер өткенде мынандай нәрсе бар. Кез келген билікте биліктің легалдылығы және легитимділігі деген бар. Легалдылық деген яғни заң нормаларында көрсетілген заңдылықтың болуы. Яғни парламент қабылдайсызса, заңды жүзінде істейсіз. Бұл қоғам тарапынан мойындалмауы мүмкін. Яғни сіздер көпшілік біздің қатысуымсыз 98 депутат өзі отырды да қабылдай салды деген түсінік пайда болады сіздерде. Осы референдум бұл легитимділігін қалыптастырды, яғни конституция. Себебі конституция деген не себепті парламент емес референдумда қойылу керек деген сұрақ болса, мүмкін сіздер оқыдыңыздар, ағартушылық ғасырында Жан-Жак Руссо деген француз ойшыл өткен, соның атақты қоғамдық келісім теориясы деген теориясы бар. Және ол қоғамдық келісім теориясына сәйкес конституция сіз бен біздің осы 19 миллион халықтың ортасында басты құжат келісім. Яғни
барлығымыз сол нәрсеге біз келісім бердік, сол норманы ұстаймыз, сонымен жүреміз. Президент те қарапайым халыққа осы басшылыққа негізделеді. Ал қоғамдық келісімдік негізгі құжатты қабылдау үшін де қоғамның өзінің келісімі керек. Яғни осы жерде референдум деген ол бір нәрсе. Екінші, жалпы біздер осы сіздер жиі айтып жатқан супер президенттік жүйеден қалыпты президенттік жүйеге және күшті парламентке өтеміз деген. Одан кейін децентрализация процесі басталады деді. Яғни демократияландыруға қоғамды жібереді деген. Енді біз сіздерге түсіндірейік, супер президенттік жүйе деген не, қалыпты қазіргі президенттік жүйеге өту деген не. Супер президенттік жүйе дегеніміз барлық мәселе жоғарыдан басқарылады, яғни президенттің келісімімен іске асатын нәрселер көп. Мысалы бұрынғы осы кезеңде енді осы аудан әкімін тағайындау үшін президент әкімшілігін келісімі керек. Ойлаңыздар, қаншама Қазақстанда ауыл бар, басқа жұмыс жоқ. Ойлап көріңіздер, оның кандидатурасына 5 адам түсті кандидатурасын. Президент әкімшілігі біреуіне келісім береді. Осындай процесс болатын болса, былайша айтқанда, мысалы бір деканатта оқытушының жасайтын жұмыс бар, доценттің жұмысы бар, ал оның бәрі жұмыс тек деканға келе қоятын болса, ол кісінің мысалы басқа жұмыста тоқтап қалуы мүмкін да. Яғни бұл жердегі негізі осы демократиялану, супер президенттік жүйеден бас тарту деген нәрсе, әрбір жергілікті деңгейде жауапкершілікті беру деген нәрсе осыған бағытталып жатыр. Яғни осы кезде сіздер байқайсыздар, мысалы байқайсыздар сіздер, бізде қазір қоғамда көп нәрсеге негатив көп, ананы да сынаймыз отыр, мынаны да сынаймыз деген. Бұл қайдан шықты деген нәрсе болады. Мысалы кезінде советтік кезеңде болса, ол кезде сынау деген болған жоқ. Ол кезде бірақ жауапкершіліктің бәрі жоғарады. Мысалы былай супер президенттік жүйе пайда болған кезде адамдардың еркін алады ғой, мысалы барлығы жоғарыдан шешіледі. Сәйкесінше адамдардың жауапкершілігі барлығы жоғарыға кетеді, яғни олар жауапкершілігін қосып алып қояды. Ал қазір біз орталықсыздандыру жүйесін бастатқан кезде адамдарға өз жауапкершілігін өзіне беру, яғни демократияның бір процесі осы. Өткенде мысалы бізде ректорда айтты, біз совет кезінде социалистік кейбір көмектердің нәрсесін көбірек алып қалдық. Демократия келгеннен кейін талап етуді алып қалдық дейді. Осы екі процеспен біз қалдық дейді. Негізі демократия деген нәрсе, сіздерге саяси жүйені өтсеңіздер, Давид Истонның атақты жүйесі бар, талап және қолдау деген. Яғни кез келген жүйеге талап етуге болады, бірақ сол талапты қою үшін де оны қолдау керек. Қолдау деген бұл жүйеде не нәрсе? Яғни ол біздің қоғамның тарапынан болатын жауапкершілік. Енді біздің референдумымыз осы қоғамның жауапкершілігін біздің өзімізге берейін деп жатыр. Яғни ол белгілі деңгейде президент осыдан бас тартады, сіз бен біздің кейбір мәселелеріміз өзіміз шешетін деңгейге алып келе жатыр. Яғни ол дегеніміз жергілікті жердегі әкімдерді сайлау процесі бізде ауыл басталды. 24-ші жылы аудан әкімдері басталады. Және осы конституциядағы өзгеріске сәйкес алдағы уақытта Алматы сияқты қала әкімдері немесе облыс әкімдерінің барлығы президент тағайындамайды. Президент 2 немесе 3 кандидатураны облыстық мәслихатқа ұсынады. Облыстық мәслихат соның ішінен бір әкімді өздері сайлап алады. Бұл не деген сөз? Студенттер, мысалы сіздер бір әлеуметтік желіні бір нәрсені қарап отырсаңыздар, мынандай нәрсе көп бізде. Мен Қазақстан Республикасының президенті Тоқаевқа осыны обращение жасаймын. Мысалы Атырау қаласында мына 2 көшенің мусоры тазаланбады деген обращение интернетте жүреді. Түсінесіздер ме? Президент ол негізі қараңыз, ойлап көріңіз, ол президенттің жұмысы емес, ол қала әкімінің жұмысы. Қала әкіміне обращение жасау керек. Ол себебіне орталықтандыру жүйесінде тек қана орталықтан шешіледі деген біз сана қалыптасады. Орталықтан кетеді деген. Ол тіпті әлем практикасында болған Германия 2-ге бөлінді ғой, шығыс, батыс деп. Батыс Германия жергілікті басқаруды өзінің деңгейінде қарастырды. Мәселен, жергілікті деңгейде көшенің мәселесі сол көшенің деңгейінде шешеді екен. Ал шығыс Германия екеуі қосылған кезде, шығыс Германия қандай да бір ауылдық мәселе болса, Берлинге обращение жасайды. Берлиннен шешілу керек. Себебі бізді совет кезінде де орталықтандыру қатты жүрді. Білесіздер, үлкен кісілер айтады, барып Москвадан барып шешкен дейді. Сондай түсінік бар. Ол енді қойыңыз, ауылдың мәселесін Москвадан шешетін болса. Енді ол деген тиянақта мысалы мынандай да мәселе бар. Ғылымда, саясатында мемлекет нашар менеджер деген нәрсе де бар. Енді оның мәселе орталықтандыру жүйесі болғанда осындай болады. Орталықтандыру жүйесі болған сайын кейбір істер мысалы тығырыққа тіреледі. Мысалы
бір облыста 300 бір нәрсе ауылдық округ болуы мүмкін. Мысалы, бізде Түркістан облысы сияқты үлкен. Ал мысалы сіздер медицина саласындағы ертең сіздер басқарасыздар, дәл осы сіздерге қатысты дейді, мәселен медпункт салу керек, стационар салу керек. Ал ол мысалы 300 ауылдан әрқайсысынан бір заявка түсті дейік. Алу керек. Облысқа барады, облыстың құрылыс және сәулет бөлімі орталықтанған жүйе 300 проектін бір жылда қарап үлгере алмайды ғой. Сәйкесінше жартысын айтады, мынаның жартысы қажеті алып таста дейді. Содан кейін бізде не пайда болып жатыр? Преимущество кімге береді? Ертең президентке қалуы мүмкін, облыс әкімге қалатынына, облыстың айналасындағы 2-3 аудан проектісін көбірек жібереді, солар дамысын көзге көрсетуге дейді. Сөйтіп шалғайдағы аудандар бізде қала береді артта. Бұл не мәселеден шығады? Бұл орталықтандырудан. Яғни орталықсыздандыру мәселесін ертең қойған кезде бізде қазір осы проекттен қажет жергілікті деңгейдің мәселесін жергілікті деңгейде шешеді. Яғни аудан әкімі сайланады, аудан әкімінің бюджетіне сәйкес жаңағы медпункт басқа нәрсені салады. Егер президентке обращение басқа болатын болса, аудан әкімін сайлаған кім? Халық. Аудан әкім жұмыс істеп дұрыс жұмыс істемесе, келесі жол дұрыс жұмыс істейтін әкімді сайлап ал деген өзіне жауапкершілікті береді. Міне демократия деген негіз студенттер. Көбіне біз былай түсінеміз, талап ету, арыздану, жоқ, демократия ол емес, талапты өз жауапкершілігін өзіне алу. Әр жергілікті деңгейдегі мысалы сол деңгейде шешетін болса, яғни онда біздің президент, министрліктер оны стратегиялық мәселемен айналысады, жергілікті деңгей жергілікті мәселемен айналысатын нәрсе енді. Содан кейін студенттер конституциямызға биыл ерекше нәрсе енгізіп жатыр. Бұл 93 жылғы конституцияда болған конституциялық сот деген бар. Егер сіздер саясаттану пәнін оқысаңыздар, бізде осы әлемде 3 билік деген бар ғой. Заң шығарушы билік, атқарушы билік, сот билігі деген. Осы Монтескье айтады, билік бір адамның қолында болмау керек, билік 3-ке бөліну керек, билікті тежемелік тепе-теңдік болу керек, бір билік өзінің функциясын артық пайдаланып кетуге болмайды дейді. Егер бір билік өзінің артық функциясын пайдаланып кететін болса, дейді, ол кезде Людовикті айтады, 14 Людовик мемлекет деген мен деп айтты ғой. Онда дейді, анау билеушінің қалтасы мен қазынаны шатастырып аласың дейді. Екеуі бірігіп кетеді. Сондықтан бөлу керек дейді. Олар бір-біріне тепе-тең болып тұру керек дейді. Енді бізде жоғарғы сот бар, бірақ конституциялық сот не үшін керек? Бізде конституциялық сот билігін формасын алып келеді. Себебі біздің қазақстандық жағдай, біздің патшалық Ресейде өттік, Совет одағында өттік. Бізде сот деген нәрсені біз билік деп түсінбейміз, сот дегенді наказание деп түсінеміз ғой. Байқайсыз ғой? Біреуге сотқа кетті, шошиды. Сондықтан біздегі конституциялық сот 2-3 мәселені ерекше нәрсенен қарайды. Ол біріншісі, егер де конституциялық заңға, конституцияға қарсы, конституцияға сай келмейтін заңдарды парламент қабылдайтын болса, сол уақытта конституциялық сот алдағы уақытта заңның күшін жоюға құқығы бар. Ол бір. Екінші, мысалы, ертең сіздер денсаулық сақтау мәселесіне барсаңыздар, бізде жиі айтады, бұл менің конституциялық құқығым бар деген, Бірақ конституциялық құқықтың мәселесін біздің жай қарабына қазір азаматтық сотта қарай алмайды көп жағдайда. Оның қауқары да жетпейді. Сол кезде азаматтар тікелей өзінің конституциялық құқығы бұзылған болса, осындаған қатысты түсініктеме сұрауды талап ететін болса, конституциялық сотқа арыз шағым түсіруге немесе консультация алуға тікелей мүмкіндігі алады. Яғни халықаралық нормаға сәйкес бізде осы баптар жұмыс жасайтын болады. Енді студенттер бізде қарасаңыздар, осы жолы тағы бұрын мажоритарлы сайлау деген бір мандатты, яғни бұрын білесіздер, мысалы депутаттар шықты, бұрын мысалы 90 жылдағы депутаттар адамдардың есінде көп қалған, Шерхан Мұртаза сияқты белгілі бір қайраткерлер шықты. Оны шығатыны жекелеген мандаттардан өзінің жеке өз басы түсіп, өзінің танымалдылығымен, біліктілігімен шыққан осында тұлғалар болды. Кейін пропорционалды жүйе келді де, олар жоқ болып кетті. Қазір сіздерде мынандай түсінік бар. Депутаттардың аты жөнін білмейміз, кім бар, кім жоқ деген. Енді осы нәрсе, енді бұл екі жүйенің пропорционалды және мажоритарлы дейді. Оның да артықшылығы және кемшілігі бар. Сондықтан да біздің Қазақстан қазір араластық деңгейге өтуді көп көріп отыр. Яғни пропорционалды 70%, мажоритарлы 30% деген. Енді бұрын, мысалы, мынандай проблема болатын. Депутаттар сайланып алады да, сол өзін сайлауын қажет деген ұмытып қалады, бармайды, білмейді, сайлау алдын уәдесін берді, кетті деген бар ғой. Осы нәрсе бізде болып жүрді.
Осыған сәйкес біздің заңда енді ол былай жазылады. Егер сайлауалды бағдарламасын орындамаса, оның мандаты кері қайтарылуы мүмкін дейді. Оны ғылымда императивті мандат дейді. Жаңа Жан-Жак Руссоның шығарған теориясы ол да. Ол Монтеске деген кісі осы француздың ағартушысы ғой. Осы француз революциясына дейін өмір сүреді, осы үш билікті негізге. Сонда айтатыны билікті біз бақылау үшін дейді, Монтеске айтады, парламент деген қауымдар палатасы деп аталады егер басқа елдерде қалсын. Бізде қазір мәжілісті күшейтіп жатқан сол мәжіліс қауымдар палатасы. Сенат деген бір елде ақсүйектер палатасы, бір елде ол біздегі округтік, әр облыстан барды осындай жүйе. Енді осы жерде Монтеске айтты бізге, осы халықтың атынан өкіл болып парламентті басқара береді деп. Жан-Жак Руссо айтады, революциядан кейін нәрсе бізде басқаша орнады. Парламентті сайлады халықтың ортасында. Ол барды да министрлермен бірігіп, мәңгі парламентте, мәңгі билікте қалғысы келді. Халық ұмытып кетті дейді. Осы әлемдік тарихта болды ғой. Кейін постсоветтік елдерде осы қайталанды процесс. Байқасаңыздар, иә? Бір кісілер бар, депутат болып кетеді, одан кейін министр болды, анау болды, әкім болып сөйтіп. Ол өзімен өзі болып кетті дейді. Халық мына жақта дейді. Соған байланысты сол кезде Руссоның енгізген императивті жүйе деген бар. Егер ол сайлауалды бағдарламасын орындамаса, депутатты қайтару керек, немесе оны бақылау керек деген. Бізде енді осы жүйе енейін деп тұр. Яғни алдағы уақытта бір мандатты сайланатын депутаттар жаңағы өзінің функциясына жетпейтін нәрсені уәде етпейді. Яғни өз мүмкіндігінде депутат ретінде не істей алады, соны айтады. Мысалы, бұрын бір мандатты жүйе көзінде мынандай да бізде болған. Мен мектепке салып беремін, ана жерге аурухана салып беремін, анда анау салып беремін дейді. Енді оның өзінің функциясына кірмейді, ол министр емес, ол басқа емес. Депутатта мысалы мен парламентті практикада өткен 3 ай. Ол жерде парламентте бір-екі осы депутаттың функциясы бар. Депутаттық сауал жолдай алады, заңды қабылдайды, мемлекеттік бюджетті қабылдауға әсер етеді. Болды, депутаттың басқа функциясы жоқ негізі. Яғни биліктің тежемелі тепе-теңдігін, конституция сақталуын осы нормаларда бақылай алады болды. Сондықтан да біз алдағы уақытта осы жүйе келейін деп жатыр. Яғни осындай нәрсе. Енді студенттер, сіздерде мынандай сұрақта болуы мүмкін. Біз бұрын суперпрезиденттік жүйе деп айтпаушы едік, енді оны айттық, енді бұлай неге өзгеріп жатыр деген сияқты. Неге біз тәуелсіздік алдан бірден өтіп кетпедік деген. Мынау тәуелсіздік алған елдердің бірден демократияға секіріп өтіретін болса, ол да қауіпті деген теория бар. Мына Африка елдерінің көпшілігі азамат соғысы болып кетті ғой. Саяси мәдениеті мен саяси сауаттылығы, жалпы қоғамдық сауаттылығы жетіспеген кезде бірден жаңағындай демократияға өтетін болса, ол елде қиындық туғызады. Яғни адамның сана сезім жетпеген. Мысалы, сіздерде байқадыңыздар ғой, осы пандемия болған кезде біздің денсаулыққа, қоғамға деген мысалы мәдениетіміз қай деңгейде екен көрініп қалды ғой. Біреу әдіраспен емдейді деді, біреу өйтті, иә? Соған түсіп кетті ғой. Яғни сондай саяси сағадан төменгі санамен солай қараған кезде Африка елдерінде тайпалардың ортасындағы азамат соғысқа ұласып кетті. Сол кезде теоретиктер мынандай сөз айтқан. Осы 30 жылдай трансформация кезеңі дұрыс дейді. Белгілі деңгейде авторитарлыдан демократияға өтсе, және 30 жылдан кейін әрі қарай созылып кетсе, ол созылмалыққа болып кетті. Байқасаңыздар, қаңтар оқиғасы көрсетіп берді. 30 жыл деген әлемдік теория бізге де келді. Тоқтау керек ол жерде. Енді осы жерде бізде демократияға өту процесі басталды. Енді мысалы қараңыздар, енді бұл құжат, ол біз құжатты қабылдап бірден демократия өтіп кетеді деген нәрсе емес. Құжат оның теориясы, алғы шарты. Ал одан кейін оны сайлау арқылы іске асуы, басқасы арқылы, ол біз белгілі деңгейде демократиялық қадамға бет бұрамыз. Енді мысалы қараңыздар, мысалы әкімдерді сайлау, жергілікті деңгейде өзін-өзі басқаруға көбірек мүмкіндік беру деген нәрсе бізде көп. Осы мысалы сіздерге қарапайым мысалмен айтайын. Мысалы бізде магазин бар, бір дүкені бар, бір кішкентай кішігірім бір бизнес ашып алған кісілер кейде акиматқа шағым жасап жатады, иә? Олар бізді тексере береді, кеп бізге қайта көмектеспей ма деген орын, иә? Себебі бұл жерде мәселе мотив мынада, ол тағайындалған кісі. Тағайындалған кісі үшін ол халыққа ондай бір мұқтаждық жоқ болуы мүмкін. Ал ертең оны халық сайлаған кезде ол екінші, үшінші мерзімге әкім болып қалғысы келетін болса, ол міндетті түрде өзінің сайлаушыларының талап тілегін орындауға мүдделі болады. Яғни белгілі деңгейде нақты талаптарды қояды, жаңа керек емес талаптарды алатын. Осы біз өтеміз. Яғни бұл жерде
алдағы уақытта бұлай өтетін болса, яғни басқарушы билік тарапы мен халықтың ортасындағы белгілі бір көпір байланыс орнайды. Себебі екеуі бір-біріне мүдделі орнайды. Ал енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, сонда ертең аудан әкімдері сайланып, ол деген жоғарыға бағынбай кетпей ма деген сияқты. Оның бәрі заңдылық, конституциялық нормалар бар. Яғни бүкіл әлемдік нормада әркім өзіміздің функционалды міндетіміздің аясында ғана қызмет етеді. Мысалы, оқытушы да сондай, өмірдің барлығы сондай, әкім де сондай. Яғни ол жерге барып князь болып кетпейді ол. Оған да бақылау бар. Яғни заңды, конституцияны норманы бұзбаса, ол жұмыс істеуге толық еркі бар. Сол сияқты президент бұл жолғы конституцияда тағы бір ерекше нәрсе берді. Біз суперпрезиденттік жүйеден бас тартып жатқанымыз бірі, облыстық немесе аудан әкімдерінің бұрын қандай да бір қаулыларын президент бұзуға құқы болатын. Мысалы, осы Алматы қаласының бір әкімі дейік, мысалы, көпір салам деп нәрсе жасаса, президент оны указбен бұзуға рұқсат болады. Қазір ондай болмады. Яғни жергілікті деңгейдегі басқаруға ерікті мүмкіндікті береді. Және оны халық сайлайды, халыққа ерік береді. Яғни халық бұл жолдарды талап ету емес, мүмкін әкіммен бірлесе жұмыс істейтін уақытқа итермелейді. Байқасаңыздар, мысалы, батыс елдерінде кейде демократия дейді, бірақ оларда бізге қарап тұрсаңыздар, талап ету жағынан біздікіндей емес. Бізге ананы әкел, пособиямды бер, мынаны бер деген нәрсе естімейсіздер ғой. Себебі ол мәселе демократия мазмұны талап ету емес, онымен бірге қолдау, жауапкершілікті өз бойына алу деген нәрсеге итермелейді. Яғни біздің конституциямыз қысқаша мазмұны осыған келеді. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Құрметті студенттер, сұрақтарыңыз болса қоюға болады Руслан ағайға. Уважаемые студенты, коллеги, если есть у вас вопросы, можете написать в чате. Сұрақтарыңыз бар ма? Иә, сұрақ бар. Сәлеметсіздер ме? Мен естіліп тұрмын ба? Естіліп тұрса айта беріңіз. Референдумға барған кезде біз әрбір подпунктке келісімімізді береміз бе, әлде бүткіліне бірдей келісімге қол қоямыз ба, дауыс берген кезде? Түсінікті, бұл қарапайым жиі қойылатын сұрақ. Негізі референдумның шарты бойынша айқын болу керек. Мысалы, ол референдум бұл проектісі, мысалы, сарапшыларға мәселен денсаулық сақтау мәселесі бойынша ертең сіздерге маман ретінде қойылатын болса, пунктта мысалы сізде келісім, талқылау, жетілдіру керек деген нәрсе болуы мүмкін да. Ал халыққа ұсынылған кезде халықтың деңгейі, мысалы, ол жерде профессордың да деңгейі бар, ол қарапайым жұмысшы да бар ол жерде. Сондықтан айқын нәрсе, жалпы референдумның әлемдік тәжірибесі классикалық мазмұнда ол айқын нәрсе. Келісем, немесе келіспеймін. Я немесе жоқ деген екі таңдау болады, болды. Яғни, я болса толықтай барлығына келісеміз, жоқ болса толықтай келіспейміз. Мен қазір сізді түсінтім, кейбір бір кісілер айтады, мысалы, мен референдумның 70%-іне келісемді, бір 30% маған ұнамайды деген сияқты бар ғой. Немесе оған келіспеймін деген сияқты бір ұсыныстар бар. Бірақ ол жерде түсінуге референдумда я деп келісесіз, ішкі таңдауыңыз, немесе ішкі таңдаудан жоқ дейсіз. Осы екі таңдау ғана болады. Я барлық списокте оқисыз, референдумда келісем, келіспеймін, болды. Екі таңдау. Өте өзекті жаңағы сұрақ қойғанда көп рахмет. Яғни сіздер я, жоқ, екі сұраққа жауап бересіздер. Сонымен қатар, кеше мысалы жаңалықтардан барлықтарын айтып жатыр. Егер сіздер бланкты, естіліп жатыр ғой, егер сіздер бланкты дұрыс жаңағы қате жазған болсаңыздар, сіздер шығып жаңадан бланк алуға құқықтарыңыз бар. Соны ұмытпаңыздар. Бұны да жаңалықтардан бәрінен айтып жатыр. Құрметті әріптестер, сонымен бірге бізге Zoom-да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Өте өзекті сұрақ.
Енді ол жерде айтылған негізі бұл ертерек, мысалы сіз сол жерде болатын болсаңыз, бұл жерде жаңа референдумда жоғарыда айтты ғой, азаматтың жеке жауапкершілігін жүктеу деген. Соған сәйкес сол сайлау округіне барып, жаңа жеке куәлігіңізді беріп, сол жерге тіркелуге деген қосымша. Бірақ ол ертерек жүру керек деген айтылды. Ол кішкене ертерек сізде жүру керек. Қазір мен түсініп тұрмын, иініңіз арқылы сіздің тұрақты мекен жайларыңызбен шығып тұр. Ауылдағы мекен жай шығып тұр ғой сонда сіздерге, иә? Оны енді сол осы Алматы қалалық сайлау комиссиясы бар ғой, соған обращение жасау керек сол кісілерге. Егер қосымша жасайтын болса, солар жасайды. Уважаемые студенты, обучающиеся, преподаватели, все, кто сейчас вот у нас участвует в этой встрече, будет запись, можете распространить. И очень важное мероприятие, даже не мероприятие, это важный момент в судьбе каждого из нас, страны, потому что 27 лет не было референдума. То есть вы выросли, вам же не 27 лет, даже меньше, наверное, вы выросли в то время, когда ваш голос не спрашивался, решалось все без народа, без вас. Поэтому вы впервые, вот молодежь будет участвовать в референдуме, то есть ваш голос будет учитываться, принимать такие поправки в Конституцию или нет. Вот был вопрос одним списком или каждый из них одним списком. То есть все эти поправки мы голосуем за внесение изменений в Конституцию или нет. Поправки очень важные, и наши приглашенные спикеры об этом сказали. Ну, немножко повторюсь на русском языке. То есть большие изменения в плане голоса. Сейчас, по выбору депутатов Мажилиса. То есть если раньше это был почти полностью партийный список, да, назначения, то сейчас это будут 30% депутатов будут выбираться из числа самовыдвиженцев. То есть каждый человек, да, имеет право выдвинуть свою кандидатуру в депутаты. Это вот будет именно зависеть от того, насколько он реально имеет авторитет, ответственность и доверие народа. Это очень большие права каждого из нас. И избиратели могут отозвать депутата за неисполнение его обязательств и своей предвыборной программы. Да? Да. Повышается эффективность принятия законов. Ускоряется законотворческий процесс. Это тоже будет очень влиять на скорость развития вообще общества, развития различных механизмов, проектов, деятельности в целом. Усиливается контроль, будет усиливаться контроль за расходованием бюджетных средств. Это уже детали, которые тоже позволяют нам эффективно использовать национальные ресурсы, бюджет, деньги, все, что это будет влиять на благосостояние и на качество каждого из нас. Снижается влияние президента на парламент. То есть полномочия президента сверхпрезидентская, да, суперпрезидентская власть, да, ограничивает некоторые моменты, вы можете это внимательно почитать. Опять это также говорит о том, что путь на демократизацию, он будет реально выполним. Эти все моменты мы, в общем-то, вот так вот обсуждаем, и они все затрагивают конкретную нашу жизнь вас, нашей семьи, родственников, друзей и так далее. Поэтому 5 июня ваш голос будет очень важным. 50%, как минимум 50% населения должны принять участие в референдуме. Эти 50% как минимум. Поэтому я вот призываю вас, еще несколько дней есть, изучите, чтобы вы добровольно, осознанно пришли к такому выбору, пришли 5-го и дали свой голос именно за такие изменения. Ну вот, что хотела сказать. Спасибо. Спасибо, Жанна Тайна. Ребята, есть вопросы у вас в Zoom? Не вижу. Казбек?
Басқа сұрақтарың жоқ қой балалар, иә? Сәлеметсіз бе? Жоқ, апай. Где голосуют, где проходит референдум для студентов, которые проживают в общежитии? Значит, для студентов, которые проживают в общежитии номер 18, наш участок 259 участок. Находится он прямо у входа в юрфак, только слева. Там прямо написано 259 участок. Если кто-то из нас до сих пор не получил сообщение, да, где вы должны проголосовать, есть приложение, называется OpenKZ Алматы. Вы можете зайти, набрав свой ин, вы узнаете, где вы должны проголосовать. Чат, пожалуйста, наберите вот 259 участок и OpenKZ Алматы, Алматы. да. Угу. Вообще, я думаю, на сегодняшний день уже все получили сообщения, те, кто достигли 18 лет. И вы как проводники, то есть поговорите со своими друзьями, родственниками, чтобы пришли, дали свой голос. Это очень важно, чтобы состоялся этот референдум. И кто проживает, уже кто уехал, студенты и преподаватели, которые находятся сейчас не в Алмате, тоже, пожалуйста, особенно те, студенты, которые уехали и будут голосовать по месту жительства, проявите свою гражданскую позицию, активность, сходите на референдум. Еще несколько дней есть, прочитайте внимательно, изучите. Сейчас средства массовой информации очень достаточно активно все это публикуется и есть в доступе. Спасибо. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда күнделікті біз ашықпыз, келіп сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Мүмкін осыдан кейін жаңа ақпараттарды тыңдап, басқа да сұрақтар туындаса, Руслан ағайдың телефоны береміз, я болмаса өзіміз жауап беруге біз ашықпыз. Яғни біздің Қазақстанның азаматтары референдумға қатысады деген үмітпен бүгінгі жиналысымызды аяқтағымыз келіп отыр. Қатысқандарыңызға, барлықтарыңызға көп рахмет.